Сәлем достар. Бүгін біз сіздерге қазақ жеріндегі ең көне қалалардың бірі Таразды таныстыратын боламыз. Бұл батырлар мен ақындардың, хандар мен сұлтандардың шыққан өлкесі. Ендеше Таразымыздың сұлулығы мен тарихын бірге тамашалайық. Тараз Ұлы Жібек жолының жүрегінде орналасқан қала. Мұнда керуен өткен, сауда дамыған. Тараз сонымен қатар сауданың ғана емес, мәдениеттің де, сәулет өнерінің де ошағы атанған. Қарахан тарихтағы ұлы билеушілердің бірі. Оның аты тек Таразға ғана емес, барлық қазақ даласына мәлім. Таразықтар кейде оны әулие ата деп те атайды. Таразықтар үшін Қарахан баба кесенесінің орны ерекше. Қарахан кесенесі орта ғасырлық сәулет өнерінің үлгісі. Оның қабырғалары ерекше нақышпен безендірілген. Қарахан мен Айша бибі кесенесі махаббаттың символы. Тарихта Қарахан мен Айшаның махаббаты ерекше айтылады. Айша дүниеден өткен жерге Қарахан Айшаға арнап кесене салған. Сол кесене біздің Тараз қаламызда орналасқан. Осы Қарахан мен Айшаға арналып театрымызда бірнеше спектакльдер көрсетіледі. Қазір біз Тараздың ең ерекше тарихи орындарының бірі Көне Тараз кешеніндеміз. Тараз мұсылмандар мен түркілердің сауда орны. Мұнда мұсылмандарға да, түркілерге де қатысты қамал бар. Қаламыздан табылған құш құмыралар, сәнді бұйымдар сол замандағы жоғары мәдениеттің өкілі. Көне Тараз біздің өткеніміз. Егер тарихқа қызықсаңыз, мұнда міндетті түрде келу қажет. Осындай мұраларды сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. Тараз ұлы тұлғаларды дүниеге әкелген қасиетті қала. Мұнда батырлар, билер, ақындар, ғалымдар мен өнер адамдар шыққан. Таразда дүниеге келген ұлы тұлғаның бірі Бауыржан Момышұлы. Ол Екінші дүниежүзілік соғыста асқан ерлігімен көзге түскен халық қаһарманы. Бауыржан Момышұлы Мәскеу түбіндегі шайқаста өзінің батальонын алдыға жетелеп, ерекше көзге түскен. Әскери қолбасшылығымен ерекше көзге түскен ол Қазақстан және де өзге де шетелдерде ерекше есте қалған. Сонымен қатар, ұлы отан соғысына біздің Жамбыл облысынан 42 мыңға жуық адам қатысқан болатын. Сол кісілердің есімі Жеңіс саябағында осындай мемориалдық ескерткіштерде аттары қашалып жазылды. Тараз тарих пен болашақтың тоғысқан мекені. Бұл қала ғасырлар бойы өзінің маңыздылығын жоғалтпай, мәдениеті мен салт-дәстүрін сақтап келеді. Егер сіз Таразда болмасаңыз, мұнда міндетті түрде келіңіз. Сізді терең тарих, бай мәдениет және қонақжай халық күтіп алады. Тараз біздің мақтанышымыз. Біз қаламызбен мақтанамыз және оның болашағына сенеміз.